Қайырлы күн достар, бүгін бізде қуыруды мүлдем қажет етпейтін, ешқандай шаршап, оны пісіру керек, қайнату керек деп тұрмайтын тамақ істеп көрсететін боламын. Бізге бар болған осылай картошкасын қуырып аласыздар, үлкен-үлкен бөліктерге бөліп, және капустаны шешіндіріп аласыздар. Сосын үйде май болса, осылай майлардың барлығын қазан астына салып, үстіне ет салып, үйде приправаларды салып, мен тұз бен паприка және лавр жапырағын салдым. Осылай бәрін қатар-қатарынан, және менде морозкідей қызанақ болатын, тоже оны да салдым. Пияз, чеснок, сәбіз, менде қызым тыква, асқабақ жақсы көреді, оны да қостым. Білген істеп жатыр деген осы капустаны салдым. Және картошка, жаңа қуырған картошкамды, тұзымды арасына тұз салып тұрдым. Тұзымды, картошкамды да салып, осылай салып, капустаның бетіне жауып, үстіне бір кружка су құйдым да, астын бірінші кішкене қаттырақ отқа астын қыздырып алып, 5 минуттан кейін астын барынша жай отқа қойып, 2 сағатта осылай дайын болады. Оля, дәмі өте күшті болады, және құрамында майы аз, барлық өнімдеріңіз пісіп шығады. Маса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп қойыңыздар. Осылай болып шығады. Қалған оформлениесін өздеріңіз қалауларыңызбен істей берсеңіз болады. Астына капустаны, үстіне осылай тамақтарыңызды сала берсеңіздер болады. Капустаны жемейді десеңіздер, салмай ақ қойсаңыздар да болады.